Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ыдыстар туралы сөйлеспекшімін. Магазинге барсақ та, қонаққа баратын болсақ, ыдыстар көздің жауын алады. Осы ыдыстардың бәріне тамақ пісіріп, жеміс-жидектерді сала беруімізге болады ма? Қандай ыдыс қолданған дұрыс? Осы туралы айтпақшымын. Қазанда отбасымызға махаббатпен пайдалы тамақ пісіріп беріп жүрміз деп ойлаймыз ба? Мүмкін біз улап жүрген шығармыз. Ыдыстар неге маңызды? Ыдыс арқылы ауыр металдар денемізге кіреді. Олар көптеген аурулар тудырады. Мысалы, хрусталь ыдыстар. Бұлардың құрамында қорғасын бар. Қазіргі мода болып жатқан ыдыстарда бояу мен клей көбіне зиян заттардан тұрады. Ал ол ыстық аспен бірлескенде реакция жүріп тамаққа улы зат бөледі. Ыдыстарда ең жиі кездесетін ауыр металдар қорғасын мен кадмий. Денсаулық сақтау ұйымының айтуынша, ең қауіпті 10 ауыр металдың құрамына қорғасын мен кадмий кіреді. Қорғасын жүйке жүйесі мен ми қан айналу, асқазан ішек жолдарына, бүйрекке қатты әсер етеді. Әсіресе балалар осы ауыр металдардан зардап шегеді. Хрустальдың құрамында қорғасын болады. Оның мөлдір, төзімді, шағылысып, жылтырап тұру үшін қолданылады. Ал боялған түрлі түсті узоры бар ыдыстардың құрамында қорғасын кадмий бар. Кадмий рак ауруын тудырады. Келесі бір ыдыстарымыздың бірі бұл алюминий ыдыстары. Алюминий ыдыста суды қайнатуға, сақтауға, тамақ пісіруге болмайды. Егер де осы алюминий ыдыстарын жылдар бойы қолданылатын болса, бұл организмге жиналып, түрлі аурулар пайда болады. Бұл бауыр, бүйрек, неврологиялық ауруларға, Паркинсон, Альцгеймер ауруларын алып келеді. Келесі бір зиян ыдыстарының бірі бұл мыс ыдыстар. Бұлар жемістермен жанасқанда құрамындағы С витамин жоғалтады. Бұл мыс ыдыстар сақталған тағамдарда витаминдерді ғана жоғалтып қоймай, ағзаға бос радикалдарды бөліп, ұзақ қолданғаннан улану болуы мүмкін. Осы сияқты кез келген бояу жағылған ыдыста қорғасын кадмийдан басқа меланин деген зат бар. Меланиннің құрамында формальдегид деген у бар. Ол көптеген пластикалық ыдыстарда болады. Зияны организмді улап, рак ауруын тудырады. Осы сияқты пластиктен жасалған ыдыстар балаларда болады. Сол үшін балаларға ыдыс таңдағанда абайлау керек. Ең пайдалы ыдыстар бұл әйнектен жасалған ыдыстар болып келеді. Бұның минусы ұстағанда із қалады, және де тез сынып қалу қаупі бар. Және де өте пайдалы ыдыстардың бірі бұл ағаш ыдыстар болып келеді. Бұл табиғи ағаштан жасалған ыдыстар, және де лакталмаған болуы керек. Бұның бір минусы майлы тағамдар ыдысқа сіңіп қалу мүмкін. Сол үшін бұл өте керемет күтімді қажет ететін ыдыс болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, алтын күміс ыдыспен тамақ жеуге тыйым салған. Кім алтын күміспен тамақ жесе, өз асқазанына тозақ отымен толтырғанмен бірдей деген. Өйткені алтын күміс ыдыс ыстық затпен бірлескенде зиянды зат болып денсаулыққа әсерін тигізеді. Келесі бір ыдыстарымыздың бірі, енді қандай ыдысқа тамақ пісіруімізге болады, сол туралы айтпақшымын. Қазіргі кездегі көп кездесетін ыдыстар бұл антипригарный ыдыстар. Бұл ыдыстар денсаулыққа өте зиян болып келеді. Егер де осы антипригарный ыдыстарға кішкене ғана сызық түсетін болса, ол жарамайды. Ол өте зиянды зат бөліп, денсаулыққа әсерін тигізіп, рак ауруын тудырады. Ең керекті ыдыстар, ең пайдалы ыдыстардың бірі бұл шойын ыдыстары мен болат ыдыстары болып келеді. Әсіресе осы болат ыдыстары мен шойын ыдыстарын әсіресе ауылда жерде жүрген кезде көмбе нанға пісірген нан, осының барлығы шойын мен болат металдарынан жасалған. Денсаулығымызды күтейік, сау болыңыз.